Менің каналыма қош келдіңіздер. Каналым ұнаса, тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеомның тақырыбы балды торт. Менің бұл бала кезімнен пісіретін сүйікті тортымның бірі. Мен алдыңғы тезисте айтқандай, бұл менің бала кезімнен пісіретін тортым. Бұл жердегі рецептіде екі еселенген рецепті сіздер жартысын аласыз. 2-ден алсаң, әрбір тортқа 2 жұмыртқа, сары уыз мен ақ уызын бөлмейсіз. Осы жұмыртқалар салынғанша бөлініп, мен сіздерге бұл бала кезімнен пісіретін ең бірінші осы медовик деген тортты пісірдім, қызықтым. Сонымен не қылар дейсің деп, үйде сот жоқ екен, сот салмай пісіріп, қара тастай оны менің ағам келіп жейді, рулас ағам келіп. Сосын әкем жеп отырып, жаңағы біздің тамақты пісіруге деген неміз ынтамыз жойылмасын деп, әкем айтады бүйдеп, секер салып жіберіп жатыр, міне 4 жұмыртқаның үстіне 2 стақан секер. Осы стақаныңызды жоғалтып алмаңыз. Содан қайтадан әңгімеме қайтып келейін. Әкем бүйдейді, ой, күшті болыпты дейді, біздің түсіміз өтпейді, сыңарымыздың екеуміздің пісірген тортымыз бұл бірінші. Сөйтіп бірнеше жыл пісіріп, осы кезге шейін, қазір менің жасым 35-те болса, ортада неше жыл өтті дейсіз. Салға мен 6-шы классымнан бастап мына жерде сұйық құйып алдым. 6 қасық құйдым, сіздер 2 қасық, негізгі коренной рецепт бойынша, бірақ мен 6 қасық мёттан бұрын құямын. Сосын менде натуральный мёт болды, горный таудың мёты. Сіздер 2 қасық өтірік мёт болса, искусственный мёт болса, онда 2 қасық, 3 қасықтан саласыз. Ал енді натуральный мёт болғасын, мен бұл жерде 2 қасықтан салдым. Сонымен сол сөйтіп бірінші тортымызды осылай әбден араластырамыз, күшті қылып, ешқандай не қылмайсыз, жаңағыдай мүлдем не қылмайсыз. Әбден араласып, секері езілу керек. Бұны буда парласаңыз да болады, парламасаңыз да болады. Мен бұл жолы парламай пісірдім, сонда да үлпілдек болды. Сіздер парлап пісіріңіздер, тезірек болады. Одан кейін разрыхлительді да, соданы да салдым. Мен екеуін варьировать етіп жүргенді жақсы көрем торт пісіру кезінде. Сөйтіп бала кезімнен бастап сүйіктісіме айналған осы торт, балды торт, ең бірінші пісірген тортымда сол. Өстіп секерлер езілгеннен кейін, міне сосын и разрыхлитель, қамыр қопсытқыш дейді, осыны салдым. Толық рецептінің бір рецептіге арналған тізімін описание бөлімінен көре аласыздар, араластырып жібересіз. Бірақ бұны әбден секеріңіз езгеннен кейін, оны салардың алдында ғана істейсіз. Оныңызды електен өткізсеңіз де болады, өткізбесеңіз де болады. Жоғарғы сұрыпты ұнды пайдалансаңыз да болады. Жоғарғы сұрыпсыз бірінші дәрежелі ұнды пайдалансаңыз да болады, бірінші сұрыпты. Мен өзім жоғарғы сұрыптан гөрі бірінші сұрыпты жақсы көремін, сондықтан бірінші сұрыпты салдым. Қанша кесеңіз болса, секердің салған, сонша 3 кеседен саласыз әрбір порцияға. Бір порция тортыңызға. Сосын өстіп қасықтың көмегімен, мен құсап бір уақыттарда венчикпен араластырғанмын. Скребок дейді ғой енді орыста. Сол скребокпен араластырсаңыз, оказывается, скребогымды мен сындырып алдым. Содан кейін осындай қасықпен араластыратын болдым. Осыдан кейін онда аямай тақтайыңызға себесіз, орта есеппен 3,5 кесе ұн кетеді барлығына, себетіні бар. И жаңағы осындай неңізді, қамырыңыздың құрамына 3 қана кесе қосасыз секеріңізбен. Енді грамдап есептейді біреулер. Мен грамдап есептей алмаймын, өзім үйреніп қалғанмын, бала кезімнен пісірем деп айттым. Да манаға әңгімеге қайтып келейін. Ағаммен екеуі жеп отыр, күшті болыпты дейді, сыңарым екеуміз ұялып отырық. Енді біз баламыз ғой, 6-шы класс оқимыз бекен, 5-шы класс оқимыз бекен, ынтамыз жойылмасын деп, әкем күшті болыпты деп шайына салып жеп алған сүткен балды торт. Қазір аузымызға салғанда еритін балды торттың рецепті шықты сөйтіп. Бірақ жаңағы
қаймықпай осы торт пісіруден сол әкеміздің қоштағанының арқасы шығар, осы балды тортты қазір ерейтін қылып пісіріп беретін болды ғой. Осы тортымның рецептісімен бөлісіп жатырмын, өзінің нюанстары бар. Көрдіңіз бе, сондай жұмсақтығы, онды көп қыласыз, асытпесе айтпаса астақтайыңызға жабысып қалады. Сосын әрқайсысына 4 бөлшектен, мен сататын кезде 5 бөлшек қыламын, бірақ қамырларыңыздың, корждың қамырларының бесі өзгермейді. Егер ұнды көп қылып байытып жіберетін болсаңыз, онда тортыңыз көбірек те тұру керек болады, оның үстіне еще қатты болады. Сондықтан шама келгенше жұмсақ қамыр тесті илегеніңіз абзал. Осылай дөңгелектерге бөліп аласыз содан кейін. Осындай дөңгелектерге бөліп алғаннан кейін бөлек ыдысқа салып қоясыз да астақтайыңызға жазып жұмыс жасай бересіз. Мына иленген корж қамырыңызға ұнды көп пайдаланбаңыз. Жұмсақтығын көрдіңіз ғой, оқтаудың салмағын да көтере алмай жатыр. Бірден сіздің пергамент қағазыңыз болса, пергамент қағазыңызға салыңыз. Ал енді мен спонтанно видео түсірдім, спонтанно пісірдім, бір қуанышты хабар естігеннен кейін. Сонымен обычный үйде қағазды пайдаландым, пергамент қағазын пайдаланбадым. Егер пергамент қағазын пайдалансаңыздар, мен бірнеше жылдан бері пісіріп жүрген пекар ретінде айтамын. Бірнеше жылдық опытым бар пекар ретінде айтамын. Пергамент қағаздың Фрекенбок, Акнар деген фирманың пайдаланып, ақ түсінен алып пайдаланыңыздар. Осылай мен енді обычный дәптерді алдым. Үйде пергамент қағазым болған жоқ. Осындай ақ дәптерге салып істедім. Сосын табамызға жабыспасын деп, на всякий пожар деп, ұн септім. Ұн сепкенім дұрыс болды негізі. Аз ұн кетеді, егер пергамент қағазыңыз болса, бірден үстіне ысырасыздар міне. Осылай келесісін үстіп, барлығы 8 дөңгелек, 8 корж жасадым. Сіздер 5 корждан жасасаңыз мүлдем жұп-жұмсақ. Бұның өзі жұп-жұмсақ болды менде. 3 күннен кейін жақсаңыз да сол жұмсақтығын жоймайды корждар. Қақайып қатып қалмайды, өте жұмсақ, үлпілдек. Ешқашанда өкінбейсіздер. Бұл торттың нюансы. Бастысы жұмыртқасын буға парлаған кезде жұмыртқасын пісіріп алмаңыздар. Екіншісі, әбден секері түбегейлі еру керек. Сол кезде тортыңыз мүлдем үлпілдек болады. Үшінші нюансы, ешқандайда ұнды көп сеппеңіз. Осындай қамырыңыз, білдіңіз ба, бір-бірінен ажырап кетіп жатыр. Үлпілдектігі сондай. Өте жұмсақ қамыр илеп, соны пісіріп алсаңыз, таңертең жағасыз ба, мүлдем сразу жағасыз ба, креміңізді сразу жағып жіберіп жей берсеңіз де болады. Қанадай жарты сағат күтем, 1 сағат күтем, 4 сағат күтем деп отырмайсыз. Бойына сіңімділігі сондай, бірден жұмсақтығы сондай жей бересіз. Бұларды бұл тортты, балды тортты пісіргенде айттым ғой, бала кезімнен пісірдім, бұда опытым көп. Маған ең ішінде ұнағаны бұл жердегі заварной креммен пісірдім мен. Тортты жазда әрледім заварной креммен. Сіздер ең маған ұнағаны өзіме сливочный кремнің құрамында енді көп химикат болады. Сгущенкамен сармайды мен өзім жақсы деп бағаладым. Аса кремді жақсы көрмейтін адам үшін бұл күшті торт деп ойлаймын. Андай искусственный құрамында жасанды нелер жоқ. Міне осылай ыдысымызды жинап жатырық. Енді кешіп алдым корждан. Мен бірнеше сағаттан кейін де корждың пісімін кесе берем. Сол бірден пісірердің алдында кесіп жүрмеймін. Маған ұнамайды. Кесіп болғаннан кейін, пісіріп болғаннан кейін барып корждың қалаған диаметрімен салып кесемін. Сосын астымызға қоятын ыдысымыз болсын, жаңағы ластик дейді, сондаймызды қоямыз, оған кремімізді жағамыз, заварной кремімізді. Менде заварной крем қалай дайындалған тоже видеосы болу керек. Оның да ссылкасын тастап кетем астына. Оны өз алдына дайындап, бөлек видео қылып дайындағанмын. Бұл жерге қоссам слишком ұзын болып кетейін деп тұр видеом, сондықтан көп болайын деп тұр.
ұзақ уақытты, сондықтан оны қысқартып отырмын. Осы 4 қатарды жинадым заварной креммен. Заварной креммен де жасап жеуге болады екен бір жегенде, бірақ маған өзіме, өзімнің вкусыма, өзімнің талғамыма осы заварной кремнен көрі бұлда да үлпілдек, өте дәмді болды, бірақ өзімнің бұрынғы сгущенкаммен, сарымаймен жасаған кремме жетпейді екен деп шешім қабылдадым. Міне, корждар кім қалай ұнайды, солай жасап жей беріңіздер. Бұл заварной крем, универсальный заварной крем, барлық басқа да кремдерге пайдалансаңыз болады. Өйстіп ішетіндей құрмақтарын қолмен істесеңіз де болады, оқтаумен істесеңіз де болады, блендермен істесеңіз де болады, үкітіп аласыз. Міне уже кремі жағылып. Содан кейін мынандай не жағасыз. Әрлейміз сыртын. Кішкене грек жаңғағын қоссаңыз да болады бұған. Обычно арахис жаңғағын қоссаңыз да болады. Оны да үгітіп, ішіне араластырып жіберсеңіз де болады. Өзіңіздің фантазияңызға байланысты әсем десеңіз де болады. Мен енді айттым ғой, спонтанно үйде заттары бар екен, главный керек заттары. Солар мен қуанышым ойныма сыймай бірнеше тортты бір күнде пісіріп тастағансың ғой. Сөйтіп аяқ астынан торт пісірдім. Өйстіп видеомда көрсетіп жатырмын, бөлісіп жатырмын. Сіздер де пайдаланыңыздар, өмірлеріңізде еш өкінбейсіздер. Жаңадан пісіріп жүрген адам үшін де өте оңай. Менің каналымда тек қана торт пісіру емес, басқа да дүниелерді қызықтырса қарауыңызға болады. Бірнеше тақырыптарда қойылған. Айттым ғой, 35 жастан бастап өйстіп каналымды бірнеше жыл бұрын ашсам да видео түсіріп, өміріммен бөлшегімен бөлсем деп осы жылы шешіппін. Осы айларда сонымен қолға алып отырған бастамам, лайк басып, қолдап, тіркеліп кетіңіздер. Ас болсын барлықтарыңызға. Бұл тортты жасау ешқандай қиындықсыз. Бастысы сіз торт пісіруді жақсы көріп сүйсеңіз, қанша уақытыңыз кетсе де жеудің өзі күшті. Мынау бірден кремді жағып жіберіп, әрлеп жіберіп, кесіп жатқан сәтім. Ас болсын, дәмді болсын, балды тортпен шәй ішіңіздер. Ешқандай өкінбейсіздер. Орыстар айтады ғой, в разрезе деп. Разрезе көрсеттім, суреттерін де подробно. Ешқандай өкінбейсіз. Үлпілдектігі сондай, қолыммен ұстауға дәтім жетпеді ғой, көрдіңіз ба? Бірден сіңіп кеткен, жеген кезде де сүйкімді, бірден әрледім де, бірден шәй ішіп алдым. Мен өзім торт піскеннен кейін оны сіңіп отырған күте алмайтын адаммын. Чизкейк, фисташковый деген пирогтар бар ғой, соларды піскенде күтпеген уақытын зорға күтемін ғой. Балды тортты күтпейде жіберем өзім. Ұнайтыны. Күтіп керек емес, оған 2 сағат, 1 сағат деп күтпейсіз. Или 1 сутка кетсін деп күтпейсіз, жағып болғаннан кейін. Алып жей бересіз. Ас болсын, дәмдеріңіз тәтті болсын. Менің каналым ұнаса лайк басыңыз, комментарий жазыңыз, достарыңызбен бөлісіңіздер. Басы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Менен шыққан жаңа видеоларды қандай тақырыпта екен, менің өмірім қалай өтіп жатырғанымен таныс боласыздар. Өзімнің өмірімдегі опытыммен бөлсем, лайфхактарыммен бөлсем, ешқандай да өкінбейсіздер.